Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен жаңа сабағымызды бастамас бұрын жасырылған сөзді тауып алайықшы. Мына сөздердің ішінен қандай сөз жасырылған? Қане? 1, 2, 3. Дұрыс айтасыңдар. Буын деген сөз жасырылған. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты сендер бүгін буын мен буын түрлерін білетін боласыңдар, және сурет бойынша әңгіме құрауды үйренесіңдер. Және буын дегеніміз не екен? Біз алдыңғы сабақтарда таныстық. Буын сөз айтылғанда үзіліп шығатын сөздің бөлшегін буын деп атаймыз. Мысалы, ана. Балалар, буынның түрлерін білеміз бе? Егер де білмейтін болсақ, буын түрлерімен танысамыз. Буынның 3 түрі бар: ашық буын, тұйық буын және бітеу буын. Ашық буын дегеніміз не, балалар? Қалай ойлайсыңдар? Дауысты дыбыстан тұратын. Мысалы, өрік сөзі. Ө сөзі бұл ашық буын. Дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталатын болса, ол да ашық буын деп аталады екен. Тұйық буын дегеніміз не екен? Тұйық буын дегеніміз дауысты дыбыстан басталып, дауыссызға аяқталатын болса, біз оны тұйық буын дейміз. Мысалы, ас, қабақ. Дауыстыдан басталып тұр және дауыссызға аяқталып тұр. Ендеше бітеу буын дегеніміз не екен? Бітеу буын дауыссыздан басталып, ол дауыссызға аяқталады екен. Яғни дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталатын болса, ол буын бітеу буын деп аталады екен. Жақсы, буын түрлерімен танысып болсақ, бірінші жаттығуға назар аударайық. Оқы, мәтін бөліктерін орнына қой. Алматы. Қаланың іші сырты толған жеміс ағаштары. Дүние жүзіндегі ең дәмді алма апорт. Ол тек Алматыда өседі. Алматы еліміздегі ерекше көрікті қала. Бұл мәтіннің авторы Әбдіраш Жәмішев. Алматы туралы балалар не білеміз? Алматы қаласында толған жеміс ағаштары бар екен. Дүние жүзіндегі ең дәмді алма ол апорт екен. Ол тек қана Алматыда өседі екен. Алматы еліміздегі ерекше әдемі қалалардың бірі екен. Екінші жаттығу: өлеңді оқы, жатқа айт. Апорт деген алманың таттың ба сен бал дәмін? Апорт деген тәтті алма, ол өседі бақтарда. Осы бір шумақ өлеңді жаттап аламыз. Балалар, апорт сөзін талдап көрейікші. Қай буын түріне жатады екен? Порт. Апорт сөзі тегі А буыны ашық буын екен. Деген, де, бұл ашық буын. Алманың. Бұл жерде дауыстыдан басталып, дауыссыз аяқталса, ол балалар қалай болатын еді? Дұрыс айтасыңдар, ол тұйық буын. Ал таттың, яғни дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталып тұрса, бұл бітеу буын екен. Жарайсыңдар, жақсы балалар. Үшінші жаттығу: берілген буындардан 5-6 сөз құрап жаз дейді балалар. Қане мұқият қарайықшы, қандай сөздер шығады екен? Қайық, қасық, қатық, қамал, қалам, қалақ, қала. Жарайсыңдар, келесі буынға: баха, бала, батыр, бата, баға, балық. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Менің каналым ұнап жатса тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар.